Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған математика пәнінен 1-ші 90-дық жиынтық бақылау жұмыстарын бірге орындайтын боламыз. Келесі бақылау жұмыстарын жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бірінші нұсқа. Бірінші есеп. Кесте құрамы бойынша сандарды жаз. А. Екінші кластың 38 бірлігі және бірінші кластың 617 бірлігінен тұратын санды жаз. Б. 5-ші разрядтың 3 бірлігі, 4-ші разрядтың 9 бірлігі және 1-ші разрядтың 5 бірлігінен тұратын санды жаз. С. Кіші санды анықтап, ондыққа дейін дөңгелектеп жаз. Кіші сан 386.017. Ондыққа дейін дөңгелектесе 386.020. Соңында тұрған 3 деген ол әр тапсырма бойынша берілген жиынтық бағалаудың балдары. Бірінші тапсырмаға 3 есепке 3 бал. Екінші есеп шамаларды өрнекте. 36 тонна 4 килограммға өрнектесе 36.004 килограмм. 26 метр квадратты сантиметр квадратқа өрнекте. 26.000 сантиметр квадрат. 9215 метр километр метрге өрнектесек 9 километр 215 метр. Әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл. 3 есепке 3 балл. Үшінші есеп бөлуді орынға. 480.000-ды 1000-ға бөлсек 480. 925.305-ті 100-ге бөлсек 9253 және 5 қалады. Әрбір дұрыс жауап үшін 2 балл. Төртінші есеп. Автокөлік бірінші күні 105 км/сағат жылдамдықпен 3 сағат, ал екінші күні 90 км/сағат жылдамдықпен 6 сағат жүрді. Ол 2 күнде барлығы қанша километр жол жүрді? Т1, Т2 ол 2 күнде жүріп өткен сағат уақыты. Б1, Б2 ол жылдамдығы. 2 күнде жүріп өткен жылдамдығы. Бізге табу керек S. Ара қашықтықты табамыз. Яғни, ара қашықтықты тапқанда жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Бірінші күні 105 км жылдамдықпен 3 сағат жол жүріп өтсе, ол 315 км жол жүрді. Екінші күні 90 км сағат жылдамдықпен 6 сағат жүріп өтсе, 540 км жол жүрді. 2 күнде барлығы 315-ке 2 күнгі жүріп өткен жол ара қашықтығын қосамыз, 315-ке 540-ты. 855 км. Сонда жауабы ол 2 күнде барлығы 855 км жол жүрген екен. 5-ші есеп. Ұзындығы 9 метр, ені 5 метр, биіктігі 3 метр болатын бөлменің көлемін есептеп тап дейді. А қабырғасы 9 метр, Б қабырғасы 5 метр, биіктігі 3 метр. Яғни біз көлемді тапқанда А, Б және қабырғаларын және биіктігін көбейтеміз. 9-ға 5-ті және 3-ті көбейтеміз. Тең болады 135 метр куб. Бөлменің көлемі 135 метр куб болады. Ал 4-ші есептің дескриптор бағасының балы, яғни есептің шартыны бойынша, шартын жазса 1 балл, формуласын жазса 1 балл, және әрбір есептеп шығарған үшін 1 балдан 4-ші есепке 7 балл, 3-ші есепке 3 балл.